Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен жұмыртқаны француздарша әзірлеп үйренетін боламыз. Ол үшін біздерге 4 жұмыртқа керек болады, және де тұз, сонымен қатар сүт керек болады кішкене. Ақуызы мен сарыуызын бөліп аламыз. Міне дайын болды бізде. Енді сарыуызына кішкене сүт қосып, тұз қосып, шанышқымен араластырамыз. Барлығы біркелкі болғанша араластырамыз шанышқымен. Міне осылай дайындалады. Енді келесі ақуызын біздер миксерлеп аламыз. Кішкене шым-шым тұз қосамыз да. Миксерлеп аламыз. Бұл біздерде көбік болғанша миксерлейміз. Аз-аздан жылдамдығын қосып отырып, қою болып, көбік болып қалғанша миксерлейсіздер. Міне осындай болу керек. Міне ақ пенка болу керек қой. Біздерде дайын болды. Енді осыны тавамызға пісіріп аламыз. Кішкене сұйық май құямыз. Сосын осыған жаңағы сарыуызымызды құямыз дайындаған. Енді осының бетіне ақуызымызды саламыз. Осылай міне барлық жеріне жеткізіп салу керекпіз ақуызды. Сосын 3-4 минутқа бетін жауып қоясыздар. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде істеп көріңіздер.